Құрметті Шаңырақ KZ оқырмандары, бүгінгі кезекті түсірілімде Матросова көшесінің бойынан жири көрмекшіміз. Бұл Матросова көшесі осы беттен Ақтанов көшесімен және мына беттен Шерниязов көшесімен қиылысады. Мынау көріп тұрған ғимарат медициналық колледж. Үйдің ауласын көретін болсақ. Көріп тұрғанымыз үйдің өзі. Жалпы үй 1928 жылы негізгі бөлігі салынған болатын. Кейін осы бөлік қосылған силикаттан 95-96 жылдары. Ауласына келетін болсақ, жалпы жері 5,5 сотық, бірақ кейін ол жер бөлініп, қазір құжат бойынша 2,7 сотық қалған. Үйдің ауласында бау-бақшасы бар. Жері көріп тұрғанымыз Қаңылтырға дейін жалғасады. Үйдің кіреберісі. Кіреберістен тура кішігірім дәліз. Қабырғалар эмульсияланған, еден линолеум. Сол жақ бөлікте үйдің ас бөлмесі. Ас бөлмесінің ерекшелігі кең. Бүкіл коммуникация келіп тұр. Газ, су, электр жарығы. Дәлізден тура үйдің холлы. Еден ДСП, қабырғалар обойланған. Кондиционер бар. Осы холлдан 2 бөлме тарайды. Алдымен бұл бізде бірінші жатын бөлме. Шағындау жатын бөлме, қабырғалар эмульсиямен. Терезелері толық пластиктелген. Осы жатын бөлменің терезесі көрші аулаға қарайды. Үйдің екінші жатын бөлмесі. Еден ДСП, қабырғалары бойланған. Жалпы үйдің ауданы 60 шаршы метр. Толығырақ ақпарат білгілеріңіз келсе, көрсетілген нөмерге хабарласыңыздар.